Саламатсыздар ма? Бүгін біз бір айнымалысы бар сызықтық теңіздерді шешу тақырыбын қарастырамыз. Бірінші мысал, айнымалыларын бір жағына өткізейік. Сол жағына өткізсек, минус 4х, 6x'іміздің таңбасы плюс болып тұр. Екінші жаққа өткізсек, минус 6x болады. Теңсіздік таңбасы сақталады. Оң жақта 15 қалды. Ал 17 бізге қарама-қарсы таңбамен өту керек, минус 17 болып. Әрі қарай минус 4х, минус 6х бізде минус 10х береді. Теңсіздік таңбасын қойып қоямыз. 15-тен 17-ні азайтсақ, минус 2-ге тең. Ал енді берілген теңсіздіктің барлығында қарама-қарсы таңбаға ауыстырсақ, сонда бізде 10х, мына теңсіздіктің де таңбасы ауысады қарама-қарсыға, минус 2-ге қарама-қарсы екі жағында біз 10-ға бөліп жіберетін болсақ, онда бізде 10-нан 2 немесе 10-дық бөлшек түрінде жазып қойсақ, x кіші 0,2. Енді бұны біз сан түзуіне салатын болсақ, біз боямаймыз, себебі қатаң теңсіздік тұр. 0,2. X-іміз кіші болғандықтан біз сол жағын бояймыз. Ал сол жақта бізде минус шексіздік бар. Жауабы сонда минус шексіздіктен 2-ге дейінгі ашық сәуле болады екен. Келесі екінші мысалға қарайтын болсақ, бұл жерде мынандай теңсіздік берілген. Енді осы теңсіздікті шешетін болсақ, жақшаның сыртындағы тұрған сандарды жақшаның ішіне көбейтеміз, және ол әрқайсысына көбейтілу керек. 9-ды минус 2х-ке көбейтсек, минус 18х болады. 9-ды плюс 4-ке көбейтеміз, сонда 36. Минус 7-ні х-ке көбейтсек, минус 7х. Минус 7-ні 3-ке көбейтсек, минус 21 болады. Теңсіздік қоямыз, 15х. Ал енді жақшаның алдында минус болса, онда жақшаның ішіндегіне қарама-қарсы таңбаға ауысады. 40х ол минус 40х болады. Минус 7 ол плюс 7 болады. Енді айнымалыларды бір жағына өткізсек, сол жағына өткізетін болсақ, минус 18х азайтылған 7х азайтылған 15х азайтылған 40 қосылған 40 болып кетеді. Кіші қалған сан бізде оң жақта 7. Енді сол жағындағы сандарды көшіретін болсақ, плюс 36-мыз минус 36 болып көшеді. Минус 21-міз плюс 21 болып көшеді. Сонда айнымалыларын біріктіретін болсақ, минус 18, минус 7 бізде минус 21-де береді, 25-де береді. Минус 25, минус 15-міз минус 40-де береді, минус 40х. Плюс 40х бізде ол 0х-де береді. Ал енді оң жағын біріктіретін болсақ, 7 минус 36 дегеніміз ол минус 29. Минус 29-ға 21-ді қоссақ, ол азайтылады да, минус 8 шығады. Ал енді x-дің орнына кез келген санды қойсаңыздар, ол 0-ге көбейтілетін болса, ол 0-ге тең болады. Сонда бізде x-дің орнына қандай сан қойсаңыз да мынандай теңсіздік шығатын болады. Ал енді бұл теңсіздік бізде тура емес санды теңсіздік. Тура емес санды теңсіздік болғандықтан бұл есептің шешімі бос жиын болады. Сонда жауабы бос жиын. Келесі үшінші мысалға қарайтын болсақ, бұл жерде алдындағы шығарған мысалымыздай жақшаларды ашып алайық. 3х азайтылған 43, 2 мен 24 көбейтсек 48, 2 мен 2 минус 2х көбейтсек
минус 4х болады. Кіші 7х минус 4-ті 2x'ке көйтсек минус 8х, минус 4-ті минус 9-ға көйтетін болсақ плюс 36 болады. Минус 23-ті жазамыз. Енді айнымалыларын сол жағына өткізетін болсақ 3х азайтылған 4х, 7x'іміздің таңбасы минус болып өтеді. Минус 8x'іміз плюс 8х болады. Кіші оң жақта қалған сандар 36 минус 23 минус 43 ол плюс 43 болып өтеді. Плюс 48'іміз минус 48 болады. Айнымалыларын біріктіретін болсақ 3х минус 4x'іміз минус х, минус х минус 7х дегеніміз минус 8х, минус 8х плюс 8х ол бізде 0х-ті береді. Кіші 36-тан 23-ті азайтатын болсақ 13, 13-ке 43-ті қоссақ 56, 56-тан 48-ді азайтсақ бізде 8 шығады. Ал енді x-тің орнына кез келген қандай санды қойсақ та ол 0-ге көбейтіліп 0-ге тең болады. Сонда бізде мынандай санды теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі барлық сандарды қамтиды екен. Келесі енді есепке көшсек 986 деген есепте біріншісінде y үлкен 0-ден дейді. Осы теңсіздікті біз координаталық түзуде кескіндеуіміз керек екен. Координаталық түзуде кескіндеу үшін координаталық түзу салып қойайық. Бұл жерден енді y 0-ден үлкен 0-ді белгілейтін болсақ, біз қатаң теңсіздік болғандықтан оны біз боямаймыз. Бұлай белгілеп қоямыз 0. Енді y-іміз үлкен болғандықтан бізде үлкен десе біз оң жағын бояймыз. Енді оң жақта бізде плюс шексіздік бар. Сондықтан плюс шексізге дейін болады екен. Енді 6-шысында көрсетейік. Z деген санымыз үлкен немесе тең минус 13,19-дан 2. Бұны да координаталық түзуде кескіндейтін болсақ, бұл жерде қатаң емес теңсіздік болғандықтан біз оны бояймыз. Минус 13,19-дан 2. Z деген санымыз одан үлкен болып тұр. Демек, бұл да оң жағы боялады екен. 987 есеп 986 есепке ұқсайды, сондықтан оны шығарып білеміз деп ойлаймын. 988-ге қарасақ, бізге айтады, осы кескінделген сан аралығы қандай теңсіздіктердің шешімі болады дейді. 4,7-ден 1-ден кіші болып тұр. Сондықтан бізде x-іміз кіші немесе тең, себебі мына жерде боялып тұрғандықтан немесе тең болады, қатаң емес теңсіздік болады. 4,7-ден 1-ден 25,8-ден 3 деген сан кескінделген екен. Және оның оң жағы боялған. 25,8-ден 3 деген саннан x-іміз үлкен болады, себебі оң жағында боялғандықтан. Және бізде қатаң теңсіздік болғандықтан қатаң теңсіздік белгісін қоямыз, себебі боялған жоқ. Енді 25,8-ден 3-тен деп жазамыз. 989 және 991 деген есептердің аралығында бізде теңсіздіктерді шешуіміз керек екен. Мысалы 989-дың біріншісін алатын болсақ, x азайтылған 3 кіші 10-нан дейді. Бұл теңізді шешуіміз керек. Ол үшін мұна минус 3-тен құтылуымыз керек. Екі жағына да 3-ті қоссақ болады, немесе минус 3-ті екінші жағына өткізіп жіберсек болады. X-іміз кіші болады, 10 қосылған 3 болады.
x кіші 13-тен. X 13-тен кіші болса, демек ол минус шексіздіктен басталады екен. Минус шексіздіктен 13-ке дейінгі аралық жай жақша. 90-нан бір есеп көрсетсек, бұл жерде екіншісін көрсетейік. Минус y кіші немесе тең минус 3 дейді. Енді бұл жерде теңсіздіктің барлығын, теңсіздікті және барлығында қарама қарсы айналдырсақ, онда y болады. Теңсіздігімізде ауысады. 3-те минус 3-ке, минус 3-тен 3-ке ауысады. Сонда y үлкен 3-тен. Бұл жерде қатаң емес теңсіздік, сондықтан тік жақша қойылады. 3-тен плюс шексіздікке дейін. 991-ден тағы бір есеп көрсетсек, 4-шісін көрсетейік. 8 азайтылған 2-ден 1 y үлкен 8-ден дейді. 8-ді екінші жағына өткізіп жіберетін болсақ, сонда минус 2-ден 1 y үлкен 8 азайтылған 8. Сонда минус 2-ден 1 y-іміз үлкен болады 0-ден. Енді минус 2-ден 1-ден құтылуымыз үшін біз алдымен минустан басынан құтылып алайық. Ол кезде 2-ден 1 y кіші 0-ден болып кетеді. Себебі барлығына қарама қарсыны табатын боламыз. Минус 2-ден 1 y кеп қарама қарсы плюс 2-ден 1 y теңсіздік белгісі ауысады және 0-ге қарама қарсыдан ол 0-дің өзі. Сонда y кіші болады 0-ден. 0-ден кіші болатын болса, оның жауабы минус шексіздіктен 0-ге дейін жай жақша, себебі қатаң теңсіздік болды. Номері 992. Бұл жерден де бір есеп көрсетейік. Мысалы, үшіншісін алатын болсақ, берілген теңсіздіктердің шешімі координаталық түзуде кескіндеу керек екен. Ол үшін теңсіздікті шешіп алайық. 81 x қосылған 9 үлкен немесе тең 0-ден деп тұр. 81 x-іміз үлкен немесе тең 9-ымыз минус 9 болып өтеді екінші жағына. Сонда x-іміз үлкен немесе тең 81-ге бөліп жіберетін болсақ, минус 9-ды минус 9 бөлінген 81 қысқартып жіберсек, 9-дан 1 екен. X-іміз үлкен немесе тең минус 9-дан 1-ден. Енді бұны координаталық түзуде кескіндейтін болсақ, минус 9-дан 1-ді табуымыз керек, белгілеуіміз керек. Оны біз бояп саламыз, себебі қатаң емес теңсіздік болғандықтан. Минус 9-дан 1, x-іміз минус 9-дан 1-ден үлкен деп тұрса, оң жағын боямыз. Есеп осымен бітті. 993-ші есеп пен 995-ші есептердің аралығында бізге теңсіздіктерді шешуіміз керек екен. Біз 4-шісін шығарайық. Айнымаларын бір жағына өткізсек, 29x азайтылған 33x болады. Үлкен немесе тең 3,3-тен 1, 4,4-тен 1-іміз минус 4,4-тен 1 өтеді. 29x-тен 33x азайтсақ минус 4x үлкен немесе тең. Мына жерде 4,4-тен 1-іміз 3,3-тен 1-ден үлкен, сондықтан минус қойып 4,4-тен 1-ден 3,3-тен 1-ді азайтатын болсақ, минус 4x үлкен болады, үлкен немесе тең, минус ортақ бөлім беретін болсақ, 4-тен 3-ді азайтсақ 1 бүтін, ортақ бөлім беретін болса 12, 3-тен 4-тен, демек 3 азайтылған 4 болады. Енді 3 4-ке жетпегендіктен мұнан 1-ді 12-ге қосамыз 3-ке, сонда минус 4x үлкен немесе тең минус 12-ден
3-ке 12-ні қосатын болсақ 15, 15-тен 4-ті қоссақ 11. Сонымен x барлығында да қарама қарсыға айналдыратын болсақ, онда минус 4x-іміз 4x болады, теңсіздік ауысады. 12-ден 11. Енді 4-ке бөліп жіберетін болсақ, x кіші немесе тең 4-іміз 12-ке бөлінсе 48-ден 11. Енді жауабын жазатын болсақ, минус шексіздіктен 48-ден 11-ге дейін және оған тік жақша қоямыз, себебі қатаң емес теңсіздік болғандықтан. Ең алдымен жақшаны ашып алайық. 49 азайтылған минус 3-ті 3-ке өтетін болсақ 9, минус 3-ті минус 2z-ке өтетін болсақ плюс 6z болады. Кіші немесе тең 1 азайтылған 4z. Айнымалыларын бір жағына өткізетін болсам, сол жақта 6z бар, минус 4z-іміз плюс 4z болып өтеді. Кіші немесе тең, оң жақта 1 қалды. 49-ымыз минус 49 болып өтеді. Минус 9-ымыз плюс 9 болып өтеді. 6z-ке 4z қоссақ 10z. Кіші немесе тең. Минус 49 плюс 9 болса бізде минус 40 болады. Минус 40 плюс 1-іміз ол минус 39 z. Кіші немесе тең. Енді бұл жерде таңбасы ауыспайды, себебі z-тің алдындағы мына жерде 10-ның таңбасы плюс болғандықтан. Сондықтан минус 39-ды 10-ға бөлсек, минус 3,9 болады. Z кіші минус 3,9 болғандықтан біз сол жағында ол минус шексіздік бар. Жауабы сонда минус шексіздіктен минус 3,9-ға дейін қатаң емес теңсіздік болғандықтан біз тік жақша қоятын боламыз. Жауап минус шексіздіктен минус 3,9-ға дейін. Келесі номері 995-ке көшетін болсақ, бұл жерден біз біріншісін шығарайық. 3x азайтылған 4 бөлімінде 2 үлкен 6 минус 2x бөлімде 3 екен. Бізде бұл теңсіздікті шешу үшін ортақ бөліміне көбейтіп берсек болады. Сонда бұның шекесіне 3-тен берсек, маған 2-ден берсек болады. Сонда 3x минус 4 үлкен болады. 2 көбейтілген 6 минус 2x. Енді осы теңсіздікті алдындағы 2 шығарған теңсіздікке ұқсайды екен. Солай шешетін боламыз. 3 пен 3x-ті көбейтсек 9x. 3 пен минус 4-ті көбейтсек минус 12. Үлкен 2-ні 6-ға көбейтсек 12. 2-ні минус 2x көбейтсек минус 4x болады. Айнымалыларын бір жағына өткізсек 4x минус 4x-іміз плюс 4x болып көшеді. Теңсіздік белгісін қоямыз. 12 қалды оң жақта. Минус 12-іміз плюс 12 болып көшеді. 9x плюс 4x-іміз бізде 13x-ті береді. Үлкен 12-12-ні қоссақ 24x. Үлкен 24-ті 13-ке бөлеміз. Бөлшек түрінде жазып қоя берейік. Аралас сан түрінде жазатын болсақ, x-іміз үлкен 1,13-тен 11 болады екен. Енді бұның жауабын жазатын болсақ, 1,13-тен 11-ден үлкен дейді. Демек, біз қатаң теңсіздік болғандықтан жай жақша қоямыз. 1,13-тен 11 үлкен болғандықтан плюс x-ке дейін болады. 996 есеп. А айнымалысының қандай мәндерінде берілген өрнектің мәндері оң мәндерді қабылдайды. Өрнегі оң мәнді қабылдайды дейді.
Демек, оң мәнді қабылдайды дегеніміз 0-ден үлкен болады деген сөз. Біз үшіншісін шығарайық. 11,11-ден 3 минус 31а дейді. Енді бірден жаза беретін болсақ, оң мәнді қабылдайды дегеніміз, ол 0-ден үлкен болады деген сөз. 0-ден үлкен сандар оң сандар болғандықтан, енді айнымалысын қалдырайық. Минус 31а үлкен 11,11-ден 3-ті біз сол жақтан оң жаққа өткізетін болсақ, минус 11,11-ден 3 болып өтеді. Енді барлығына қарама қарсы жазатын болсақ, 31а кіші болып кетеді. Теңіздік ауысып 11,11-ден 3 болады. Енді 31-ді екінші жағына бөлуге өткізсек, а кіші болады. 11,11-ден 3 бөлінген 31. Кіші болады. 11-імізді қалдырайық. Бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 11-ді 11-ге бөлсек 121. 121-ге 3-ті қоссақ 124. 31-імізді көбейту қойып 31-ден 1 деп жазсақ 31 мен 124 қысқарады. 1-ден 4-тен, сонда 4 пен 1-ді көбейтсек 4, 11 мен 1-ді көбейтсек 11. Демек, а кіші 11-ден 4. Енді бұның жауабын жазу үшін минус шексіздіктен басталады, себебі а дегеніміз одан кіші болу керек екен. Минус шексіздіктен 11-ден 4-ке дейін жай жақша қоямыз, себебі қатаң теңсіздік. 997 есепте Б айнымалысының қандай мәндерінде өрнегі берілген өрнектер теріс мәндер қабылдайды дейді. Теріс мәнді қабылдайды дегеніміз ол теріс сандар, ол 0-ден кіші сандар, сондықтан ол 0-ден кіші болу керек. Бұл жерде біз біріншісін шығарайық. 19,2 қосылған 3-тен 1 Б теріс мәнді қабылдайды дегендіктен біз 0-ден кіші деп алдық. Сонда 3-тен 1 Б кіші 19,2-ні оң жаққа өткізетін болсақ, теріс таңбамен өтеді. Ал енді Б-ны табу үшін 3-тен 1-ді оң жаққа бөліп жіберетін болсам, ол 1-ден 3 болып көбейтіліп кетеді. Сондықтан минус 19,2-ні көбейтемін 3-ке. Б кіші 3-ке көбейтетін болсам 6, 19, 9-да 3-ке көбейтсем 27, 7-сін жазам, 2 ойда. Жердегі біріміз 3, ойдағы 2 мен 5. Енді таңбасы бізде минус екен. Жауабын жазатын болсақ, Б деген санымыз сонда ол минус шексіздіктен минус 57,6-ға дейін қатаң теңсіздік болғандықтан жай жақша қойылады. Номер 998-ші есеп. Ол жерде X айнымалысының қандай мәндерінде берілген өрнегінің мәні 420-дан үлкен дейді. Біз қалай айтылды, тура солай алсақ болады. Біріншісі 421 минус 0,2x үлкен 420-дан. Осы теңсіз шешсек, онда шешімі сол болады. Енді айнымалысын осы жерде қалдыратын болсақ, 421 теріс таңбамен өтеді. 420 азайтылған 421 болады. Минус 0,2x үлкен 420-дан 421 азайтсақ минус 1. Қарама қарсы айналдырсақ, сонда 0,2x кіші 1-ден болады. X кіші
барлығында 0,2 бөліп жіберетін болсақ, 1 бөлінген 0,2 үтір жылжыған кезде 2 болады да, мынаның артынан 0 қосылады, 10-ды біз 2-ге бөлеміз. Сонда x кіші болады 5-тен. Енді жауабын жазатын болсақ, 5-тен кіші сандар болғандықтан ол жақта минус шексіздік бар. Минус шексіздіктен осы 5-ке дейін болады. Жай жақша қойлады, себебі қатаң теңсіздік. Номер 999. Берілген теңсіздіктің шешімі болатын ең кіші натурал санды табыңыз дейді. Ол натурал санды табу үшін ең алдымен біз теңсіздікті шешіп алуымыз керек. Номер 999 есеп. Біріншісін шығарайық. 10 қосылған 7x үлкен 24-тен дейді. Айнымалысын қалдырайық. 7x үлкен болады 24. 10-ымыз қарама арыстамамен өтеді. Азайту болып. Сонда 7x-іміз үлкен 24-тен 10-ды азайтатын болсақ 14. X-іміз үлкен болады 2-ден. Енді x 2-ден үлкен болатын болса, бізге берілген теңсіздіктің ең кіші натурал санды табу керек дейді. Енді түсінікті болу үшін сан аралығын сызып қоятын болсам, 2-ні боямаймын. Ал енді біздің шешіміміз мына жақта жатыр екен. 2-ден үлкен болатын сандар 2 жауабына кірмейді. Ол бірақ натурал сан болғанмен бізде 2-ден енді үлкен санды алуымыз керек болады. Ол мына жерде мысалы 3 бар десек, сол 3 жауабы болады екен. Сондықтан жауабы 3-ке тең. Келесі есеп номері 1000. Берілген теңсіздіктің шешімі болатын ең үлкен бүтін санды табыңдар дейді. Ол үшін тура алдындағы есеп сияқты біз теңсіздікті шешіп алуымыз керек. Мысалы 5-шісін алатын болсақ, 31 азайтылған 4,7-ден 1x үлкен 2-ден. Айнымалысын қалдырайық. Минус 4,7-ден 1x-іміз үлкен болады 2. 31-іміз азайту өткен кезде минус 31 болады. Сонда минус 4,7-ден 1x үлкен болады. 2-ден 31-ді азайтқан кезде бізде минус 29 болады. Барлығына қарама қарсы айналдырсақ, 4,7-ден 1x кіші 29-дан. Бұл жерден x-іміз кіші болады 29-ды. Біз бөлеміз 4,7-ден 1-ге. Сонда x кіші 29 бөлінген бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, 7-ден 4, 28, 29 болады екен. Ал енді x кіші болады 29 көбейтілген 29-дан 7. Көбейтудің ережесі осындай. Сондықтан 29 пен 29 қысқарып кетеді. Біреуі алымында, біреуі бөлімінде. X кіші болады екен 7-ден. Енді сан түзуін салатын болсақ, 7-ні боямаймыз. Бізге 7-ден кіші дейді, демек сол жағы боялады. Біздің шешіміміз осының арасында жату керек, және ең үлкен бүтін сан болу керек екен. Ең үлкен бүтін сан 7-тен кіші болу керек, міндетті түрде ол 6 болады. 6-дан үлкен болатын бүтін сан жоқ, сондықтан жауабы, мысалы мына жерде 6 жатса, жауабы 6-ға тең болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.